14 миллиард сомға жақын пулларынан айырылды. Тек қана Қарақалпақстан көлемінде. Бүгінгі күнде Өзбекстан бұқаралары үшін ең үлкен кибер қауіптер нелерден ibarat? Қайсылауыш кодты айтып жіберің деп жатыр па? Пул шеше жақ телефоныңнан, мына кодты ешкімге берме деп сізді ескертеді SMS. Жазып қояды. Айтпаң, жақсы ма? Айтсаңыз ұқлайды деген жерде 200 миллион сом тастайман деп еді, сен айта қойды. APK файлар фақат Android тізімінде шейтан телефонларға тәсір қылады. Кім Android телефон істетсе, осы программаны орнатсаңыз, сіз кепілленген заштада боласыз деген. Мақсус илова жасап шығарған, яғни APK қорықшы. Қазір ұсылы пайда болды. Яғни жәбірленген бұқараларға сондай звоноклар болып жатыр. Аспан үзіліп жерге түсіп кетсе де ешкімге код айтпаң, жақсы ма? Play Market'тен жүклеп алынған әр қандай программа ол үшінші шақсқа берілмейді ол малуматлар. Сәлем достар, орта подкастың нөбеттегі санына қош келіпсіз. Сіз Телеграмда, Инстаграмда алданып қалмау үшін, мошенниклер пұлыңызды ұқлатып кетпеу үшін не қылуыңыз керек? Осы YouTube'тағы санды толық ақырына шекем диққатпенен көріп, барлық жақаларыңызға жіберіп қойың. Бүгін сіздерге пайдалы информация хақында подкаст болады. Ассалаумағалейкум. Демек, біздің меймандарымыз таныстырамын. Енді жүдә бір рәсми басламадым, кешіресіздер. Соның үшін нарасми болып өтуіне қалаймын, себебі халқымызға түсінікті болса, сіздердің жұмыстарыңыз сол халқымыздың алданып қалмауы, оларға жәрдем беру миссияңыз, біздердің миссиямыз сол, сіздерге жәрдем беру. Әлбетте. Демек, таныстырамын. Ұзақбергенов Шухрат, Қарақалпақстан Республикасы Ішкі ішлер вазірлігі кибер жинайтларға қарсы күреш басқармасы басшылығы орынбасары, кибер профилактика бөлімі басшылығы. Қош келіпсіз. Ассалаумағалейкум. Құда қалесе орта подкастымыз ажайып бұқараларға пайдалы болады деп ойлаймыз. Шухрат аға, сездіңіз бе? Мен сізге соңға кетіп айттым ғой. Аға формада келмең, сол апай формада келдің. Өзімем сол костюм шалбарда жүретін, бүгін сіздер үшін сондай формада келдім. Әлбетте, құда қалесе. Машыны болады. Атабек Ходжаев, Қарақалпақстан Республикасы Ішкі ішлер вазірлігі кибер жинайтларға қарсы күреш басқармасы бас тезкор вәкілі. Ассалаумағалейкум. Қош келіпсіз. Рахмет. Жазылған сораулардан алдын ең главный аурудан бастай берейін. Бұқараларымыз, адамларымыз, халқымыз көп жағдайда сол Instagram һәм Telegram арқалы алданып, ақшаларын жойытып жатыр. Соған келің, бірінші біз Telegramнан бастасақ, иә? Әлбетте. Бөліп алсақ та болады. Telegram, Instagram, WhatsApp. Бұл социал тармақларда көбірек бұқараларымыз алданушылар әртүрлі. Мысал үшін WhatsApp'та алатын болсақ, дұрыс пайдаланушы аз болуы мүмкін, бірақ бұнда да алдаушылар қазіргі күнде көбейіп жатыр. Қандай ұсынылар, яғни шет мемлекеттеріне сізге мирас қалды сияқты, болмаса қандайдыр ұтыс деп жалғанларды бұқараларға жеткізу көбірек сондай халаттар көбірек ұшырайды. Мысал ретінде айтуымыз мүмкін, Нигериядан сіздің ата-бабаңыздың жасап өткен екен, болмаса бір қандай да бір байланысы бар екен деп тұрып, сізге мирас қалып жатырыпты, бір чемодан ақшаны жіберіп жатырыппыз деп бұқаралардың именно сол атын көрсетіп тұрып, пәленшепке деп бір посылка жіберіп жатырыпты. Нәтижеде ортада таможня дейміз, яғни бажыханада іркіліс болып жатырыпты, бажы төлемдері бар дейді, болмаса қандайда баж төлемдерін төлеуіңіз керек деп, болмаса қандайда алдынан төлем болу керек деп тұрып, сол төлемдерді алдап өздеріне өткізіп жатырған халатлар бар. Бұндан басқа да Телеграмда алатын болсақ, Телеграмда көбірек елге шейін айтамыз, APK кеңейтпедегі файлар көп тарқалады ол жерде. Бұндан официальный рәсми түрдегі мекемелердің атынан фейк аккаунтлар ашып тұр. МИПтан келді, ішкісілерден келді, суттан келді деген. Маркази банк, Центробанк. Центробанк дейді, Маркази банктың қызметкерлеріміз деп тұр. Ол халатларда да алдаулар көп болып тұрды. Инстаграмда алатын болсақ, Инстаграмда қандай? Қымбат бағалы товарларды арзан ценада бонус болып жатырыпты, болмаса біздерде скидка болып жатырыпты деген рекламалар арқылы сол алдаушылар өздеріне тартып жатырыпты бұқараларды. Бұған сенген бұқаралар көбірек аял қыздар алданып қалады, себебі қыс күндері көп ұшырастық. Шуба заказ етіп жатырыпты. Шуба мысалға базарда 10 миллион тұратын болса, 5 миллионнан арзан беріліп жатырыпты деген хабарларға сеніп, шуба аламан деп
1-2 миллион, я болмаса 3 миллион, 4 миллион алдынан өткізіп беріп, алданып қалып жатыр халықтар көп. Қайсыдыр файызын алдынан өткізіп береді, мысалы 30-40 файыз. Аванс, Қалған қысымды шу ағаннан кейін өткізіп бересің. Олыма бүгінгі күнде Өзбекстан бұқаралары үшін ең үлкен кейбір тахтит дейді ғой, кейбір қауіптер нелерден барады деп, азы сіздерде конкрет меніңше статистик малыматтар бар, бұл анализлар бар, сол қайсылардан деп не қаласыз? Енді статистика бойынша тоқталатын болсақ, күні 6 ай 11 күн бойынша сөйлейтін болсақ, Қарақалпақстан бойынша алатын болсақ, 1999 бұқара 14 миллиард жақынға, 14 миллиард сомға жақын пұлларынан айырылды. Бұл тек қана Қарақалпақстан көлемінде. Атап өтетін болсақ, енді қандай ұсыныларда? Бұлардың 60% Телеграмдағы APK файларды жүктеп алу нәтижесінде болып жатқан болса, бұндан басқа да ұсынылар көп. Товар хам қызметлер үшін алдынан пұл өткеру, я болмаса жалған трейдерларға сен пұл көбейтеміз деп, солардың алдауларына ұшып алданғандар бар. Азыр күнде көп тарқалып жатырды, Telegram аккаунтлар иеленіп, бейгана шахсларға пұл өткеріп беру халатлар болып жатырды. Бұндан басқа да жүдә көп ұсынылар бар азыр. Демек, өзі айтқан 60% деген сөзіңіздің өзі ең көп ауру қай жерде екенлігini меніңше дәлелдеді. Телеграмдағы APK файларда азыр күнде. Азыр яшыларымыздан бұл нәрсенің ішіне жүде кіріп, тез пұл тауып кету жолына өтіп алғанда, мысалы орташа şu азыр студентлардың стипендиясын алатын болсақ 400-500 мың сом, мысалы бір студенттің өзіне кем да өзі несі стипендиясы. Бұлар нема қылады, енді тез аңсат пұл тауын деп, şu Телеграмдағы махсус каналлар болады, şu фермерлер таманнан açılған, оларға объявление ташиды. Объявление болғанда, мысалы, пластик карта сатып аламан, сим карта сатып аламан. Азыр сим карта бар, QR код арқылы өзіміздің электрон сим карта дейміз. Шуларды өз намына рәсмилештіреді, мысалы, барып тұрып шуны сатады. Әрзімеген şu 100 мың, 200 мың сом үйесіне сатады. Вақаланки, şu қараларымыздың банк пластик картасына ешіліп отырған пұллар, şu карталар арқылы алып шығып кетіледі да, мемлекетімізден цепочка занжир не болсын ұсылында да. Енді бірінші очеркта APK файлдың енді орташа деп алып қарайтын болсақ, APK файлдан fuqarolarimiz көп жәбірленеді. Себебі ол нәрсені енді келеді, танышынан, я болмаса алдын қайсылар Telegram ұзламаған болса, şu fuqaranın атынан әммеге APK файл тарқатылады, контакттағы массовый рассылка қылынады. Оны fuqarolarimiz мысалы тойға тәклифнама дейді, я болмаса суд қарары дейді, меп қарыздарлығы дейді, я болмаса жарима деп келеді ғой. Оны fuqarolarimiz аңламаған, өзі біліп білмей мысалы басып ашып көреді да. APK файлар фақат Android тізімінде шейтан телефонларға тәсір қылады. Яғни iOS платформасында, яғни iPhone дейміз ғой, iPhone телефонларымызға APK кеңейтмелі файлар тәсір қылмайды. Android тізімінде ашқаннан кейін ол вирус телефонға орнатылады. Енді адди қылып түшіндіретін болсам, әммәміз Троя киносын көргенбіз, греклар білән троянстар екі ұрышады. Яғни греклар қанша ел давамында şu Троя қасырыны басып алышқа күші етмегенлігі себеплі, бұлар şu hücumunu тоқтатып тұрып, ат ясыдылар. Аттың ішіне ең яқшы греческий солдатларына, әскерлеріне yüklеп тұрып, şu Троя қасырының алдына қойып кетеділер. Оларны мақалады, сауға ретінде біздерге берді, болды, бұл жәң түгеді деп. Шуны кіргізеді, қасырының ішінде, вақаланки, оның ішінден, аттың ішінден әскерлер шығады, қасырды басып алады. APK файлар құдды шындай. Енді адды қылып түшіндіреді. Аттың ішіндегі şu әскерлерді. Оның ішіне әр қыл код yazылады да, APK файлдың. Мысалы, сіздің телефоныңыз күзетіп отырады, ешітіп отырады, камерасını қаласы açып көреді, SMS-ларыңыз оқиды сіздің, іштімай тармақларыңызға кіреді, вақаказа. Бірінші очеркта fuqarolarimiz şu her bir fuqaro өзінің телефонын тазалайтын болса, Android тізімінде телефонын тазалайтын болса, бірінші очеркта fuqaroның хабары болмай тұрып пұл шешілмейді да, вирус болмаса телефонда. Бұл APK файларға қарсы күресіш мақсатында біздер башқармамыз тамандан, яғни кибержинаятларға қарсы күресіш департамент тамандан махсус илова жасап шығарылған, яғни APK қорықшы. Оның вазифасы şu fuqarolarımızın telefonuna Play Market'tan birinchi o'chirda yuklab olinadi o. O'rnatiladigan bo'lsa, ushbu antivirus dasturi
telefoningizni to'liq skanerlab, qaysi ilova sizga zarar yetkazilishi mumkinligini skanerlab ko'rsatib beradi. И o'zi fuqaroning o'zi misol o'chirib knopkasini bosib, misol o'chirish tugmasini bosib, o'chirib tozalasa bo'ladi. Endi buni barcha Android telefoni borlar o'rnatsa bo'ladi. albatta Play Marketga kiradi. Play Marketga APK kiradi. qo'riqchi deb yotsa bo'ldi. Albatta, APK qo'riqchi Bu deb. yerda ikonkasini ko'rsatib keta olamizmi? Videoda ko'rsating. Sababi Albatta, odamlar ko'rsin, aynan shu dasturligini. APK Montajda qo'shib ketamiz. Mana hurmatli fuqarolar, hurmatli yoshlar, rasul kellar, kiberjinoyatchilik boshqarmasi tarafidan sonday bir yaxshi APK qo'riqchi degan programma yaratilgan ekan. Buni yerga hozir qo'yib ketamiz. Usi nega kirasiz, telefoningizdan Android telefon bo'lsa, Play Marketga kirasizda izlev tugmasini bosasiz, poiskga bosib, APK qo'riqchi deb yozasiz. Odan keyin mana zot chiqu kerak. Mana suratdagi zot. Suratdagi zot tartib olib o'rnatasiz. Bu birinchi o'chirda shu fuqarolarimizning hammamizning o'zlarimizning misol plastik ishlatamiz, to'g'rimi? Shu o'zlarimizning atab qo'ygan misol pullarimiz bo'ladi, saqlab o'tirgan pullarimiz, omonatlarimiz bo'ladi va hokazo. Ana shularni birinchi o'chirda himoya qiladi bu. Birinchi signal beradi-ya, уже kimdir shishajaq bo'lsa, ne qilajaq. Даже siz Telegramdan kimdandir keladi-ku sizga, Telegramdan bosib qo'ysangiz, ochtirmaydi u programma. O'rnatirg'izmaydi telefoningizni. Demak, men APK qo'riqchi degan programmani ustanov qilsam, Android telefonimga, men bilmay APK faylni bosib olgan жағдайымda da onu o'rnatqizmaydi. Bloklab tastaydi. Mana qarang, zo'r zat yaratilgan ekan. Buni imonni sol yerini maksimal tarqatib qo'yinglar. Hamma biluv kerak. Qoraqalpog'istondagi, O'zbekistondagi kim Android telefon ishlatsa, o'sha programmani o'rnatsangiz, siz kepillangan zashtada bo'lasiz degan. Bundan bir sal qiyinchilik yeri bor. Misalga tek o'rnatgan кезде ruxsat so'raydi. Maxsus ruxsatlar bor. Arnaul ruxsatlarni bergandan so'ng bu antivirus to'liqlay telefonda istewni boshlaydi. Yuqorida aytganday, agar APK qo'riqchi telefoningizda bor bo'ladigan bo'lsa, telefoningizga virus tushmaydi. O yoq betini arqang bo'lsangiz bo'ladi. Tushunarli. Endi ana odamlarning ko'p negizi menda bo'lmaydi o so'rov. Men to'g'ri deb hisoblayman. Odamlar bir zot deb o'chirib tashlov жағдайларdan bo'lатын шығар balkim deb aytganda, sababi bir o'rnatgan ekan, qo'y meni kuzatib o'tiradi ekan, SMS-larimni ko'radi ekan, anav ekan, manav ekan deb o'ylab qoluvi mumkin. Rasmen sondaymi? Sonday so'rovlarga duch keldik haqiqatan. Bizlar bargan yerda o'g'it nasihat qilgan кезде bizlar oldin o'rnatib edik bu dasturda, biroq odamlardan sonday gap so'z eshitdik. Bu ichki ishlarning isteb qo'ygan programmasi. Bu programmani telefonimizga o'rnatib qo'yadigan bo'lsak, bizda kuzatib o'tiradi ichki ishlar degan sonday qo'rqinch bor odamlar. Qo'rqinchli bor. Biroq u unday emas, sababi Play Marketga joylangandan so'ng Play Marketdagi har qanday programmalar o'zining qavfsizlik qoidalarini javob beradi. Bu degani Play Marketdan yuklab olingan har qanday programma u uchinchi shaxsga berilmaydi o ma'lumotlar. Play Marketning o'zining siyosati bor. Endi bu yerda maxfiylik siyosati deyiladi. Misol, agarda men qandaydir programma yaratib turib, uni keng bozorga chiqarsam, Google Play, ya'ni shu Google kompaniyasining Play Market platformasına joylashtiradigan bo'lsam, bu yerda maxfiylik siyosati bor. Ya'ni odamning, har bir o'zining, odamning, fuqaroning, foydalanuvchining jeki ma'lumotini uchinchi shaxsga mening ilovam uzatsa, ya'ni uchinchi shaxsga bersa, Play Market uni qabul qilmaydi. Bozordan olib tashlaydi, olib qo'ydirg'izmaydi birinchidan. Va u yerda ham programmistlar tomonidan tekshiriladi, u deb sразу qo'yavermaydi. Ya'ni shu ikkinchi tarafini anlatgan bo'lsak, misol, hozir Telegramdan, nechun Telegramdan viruslar tarqalyapti? Nechun shular Play Marketda yo'q? Sababi u uchinchi shaxsga uzatadi. Misol, to'yga taklifnoma yoki MIP qarzdorligi, sud qarori deb Telegramda tarqalyapti-ku APK fayllar. Ular ham dastur, ular ham shu приложение deymiz, dastur. Biroq o'zini Google Play'ga o'rnatgandan keyin, uni joylashtirgandan keyin aynan maxfiylik siyosati ruxsat bermaydi agarda uchinchi shaxsga uzatadigan bo'lsa. Ya'ni nima demoqchiman? APK qo'riqchi ilovasi bu fuqarolarimizning qandaydir ma'lumotlarini olib bizlarga umuman kerak emas. Agarda qandaydir ma'lumot kerak bo'lsa, endi o'zlarimiz qonun dairasidan chiqmagan holda men aytaman, qarang, hurmatli xaloyiq. Negizi bu yoqdan aytayotgan zot, kuychining tilida aboy qilib tushundirayin.
Play Market деген базар бар. Ол базарда өніміңді сату үшін бір саясатқа бойсынуың керек. Үшінші тарифке маалыматыңды ұзатпауың керек. Енді APK қорықшы деген программаны істеп шықты біздер мына басқарма. Бірақ ол APK базардың қағидасына жүру керек. Базардың қағидасы үшінші тарифке маалыматты ұзатпау. Осы қағидаға бойсынды һәм базарға шығарды. Халқымыз пайдалансын һәм қорғансын деп мошенниклерден. Енді бұл программа үшінші тарифке ешқандай өзлеріңіздің жеке маалыматларыңызды ұзатпайды. Ал енді жеке маалымат керек болса, ол паспорт данныйларыңыз тұрыпты ғой, ол мемлекетте, мемлекеттік шөрткемде, One ID-іңізде тұрыпты ғой, жеке маалыматлар. Не қыламыз ол арқылы сіздің жеке маалыматыңызды, я басқа затларыңызды күзетеміз. Біздерде ол адамды күзеткеннен пайда жоқ. Ол біздерге керегі тек қана сол жәбірленіп қалмау мақсатымыз болған. Алдын алу кейбір жәбірленіп қалмау. Егер Қарақалпақстан Республикасында 2 миллионнан астам адам болатын болса, соның алайық, сол 1,5 миллионы Android системасында істейтін программа, телефоны бар. Сол 1,5 миллион адам әмесі APK қоршын орнатып қоятын болса, именно сол APK бойынша жәбірленіп қалмайды ешкім, ешбір адам. Енді өзі ана сол сақта трейдинг yönеліші бар ғой, ақша көбейтіп беремен дегендер. Егер шуңа шанып өз қолы білен өзі өткізіп бермесе, фуқараның хабарсыз ақша пластигінен шешілмейді. Ол азы трейдингі өтеміз. Трейдинг менем қызықтырып тұрды, азы APK-ны шешіп алайық. Демек, хүрметлі халқымыз, мен өтініш етіп сұраған болар едім. Сол APK қорықшы деген программаны өзіңіздің телефоныңызға установка қылып, әрдайым қорғанып жүрген APK файлы. Себебі ойлауымша енді егер надұрыс болса айтасыз азыр. APK деген мен APK-ны қай жерінен аңлаймын, сол APK деген жазу тұрады да. Енді мен Telegram профессионал істеткеннен кейін білемен, ол линкті бір сөздің үстіне гиперссылка қылып тығып жіберсе де болады да. APK деген сөзді көрмесеңіз hem сіз линктің үстіне бастаған уақытта ұқлайсыз да. Бұл деген iPhone телефонларым атакаға ұшырауы. Әне кейінгі ауру шықты. Көпшілік ойлайды, мынандай iOS телефонлар қорғанады, менде iPhone бар, мен алданбаймын, Телеграмда линк басып ала беремен, беймәлел есат қылмайды деп ойлайды. Негізінде қандай, соны бір айтып берсеңіз? Енді кейбір жинаятшылардың мақсаты APK тастау болсын, я болмаса жалған сілтеме тастау болсын, ол сізге келген SMS-ті көру, сізді күзету. Бұл күзетулер көбірек APK файл арқылы, Android системасында істейтін телефонларға орнатылатын болса, iPhone-ның жолы ол тек қана сілтеме арқылы. Бір ғана сілтемемен Telegram аккаунтыңыз бейгіна шақсылардың қолына өтіп кетуі мүмкін. Я болмаса сіздің шақсыңызға айдылық кіртілуі мүмкін, жеке маалыматтарыңыз алуы мүмкін. Керек болатын болса Face ID-іңізден сол бір ғана сілтеме арқылы алып, атыңызға кредит шығаруда мүмкін. Сол себеплі келді ма хабар, диққатпен оқып көру керек. Бұл хабар не мазмұнды беріп тұрыпты, бұл SMS. Бұл жеке маалымат сұрап жатырыпты, беруім керек пе, бермеуім керек пе деген сыларды ойлану керек адам азғантай. Шұқырат аға, Атабек аға, енді мен сіздерден бір зат сұрай жақпан. Бұл кімдер үшін? Пенсионерлер үшін, адди мемлекетте жұмыс істеп жатқан жұмысшылар үшін, мемлекеттік емес жұмыста жұмыс істеп жүргендер үшін, олыма жұмыс істемейтін жұмысшылар үшін, қолында телефоны бар әр қандай инсан үшін істейтін бір формула сұрай жақпан. О қандай формула болу керек? Кибержинаятшылыққа алданып қалмау, яғни мошенникке алданып қалмау үшін, құрбан айналып қалмау үшін қандай бір өзіне адам сұрау беру керек пе, мына затты қылу керек ме, 1, 2, 3 деп бір айтып берсеңіз, сондай бір формула жаратса сөздің өзінде. Енді бірінші нәубетте телефоннан дұрыс пайдалануды білуіміз керек. Келген SMS-ті, хабарды оқып көруіміз керек, жоғарыда айтқандай. Не зат сұрап жатырыпты менен. Бұл басты дәстеп, мысалға APK файл телефонымызда бар, телефонымыз шпионский программа болатын болса, дәстеп біздерге SMS келіп бастайды. Пұл шешілуден алдын, турдан-тур пұл шешілмейді, SMS келеді. SMS-ті оқу керек. Мысалға, қандайдыр банк илавасына сізге кіру үшін доступ беріле жақ, мына кодты кіртетін болсаңыз, банк илавасына кіресіз деп жатырыпты. Банк илавасына мен өзім кірмей атпан ба, ол не үшін келіп жатырыпты деп азғантай ойлану керек. Сондай SMS көрді ма, әлбетте телефонның интернетін өшіруіміз керек. Бірінші нөбетте. Тынбастан SMS келіп жатырыпты, өшіруіміз керек. И көбірек қандай болады, 80% адамдар, біздерге мұражат еткен адамдар,
телефонына симбат деген смс келеді. Симбат дегені бұл телефонда 100% вирус бар деген сөз. Бағана APK файлар. APK файлар арқылы. Бұл шешілу алдында келетін смс-лер болар емес. И одан кейін кішкентай бір лайфхак деп өтсе де болады. Көпшілік адамдар интернетін 24 сағат давамында қосып қояды. Кімдіңдір үйінде Wi-Fi бар, болмаса жұмыста Wi-Fi бар. Күні түні интернет жанып тұрады. Бұл дегені, егер сіздің телефоныңызда вирус бар болатын болса, малуматыңыз 24 сағат давамында кейбір мошенниклардың қолына барып тұрыпты малуматлар. Интернетім өшіріп қойыңыз. Өзімем сондай екенмен да. Бұл не дегені? Біздер анализ қыламыз, мұражатларды анализ қыламыз да, көбірек қайсы уақытларда пұл шешіліп жатырыпты. Түнгі сағат 12-ден таңғы сағат 6-7-ге аралығында көбірек пұл шешіледі. Көп адам бұл уақытта ұйқыға кетеді, ұйқы уақытында алдаушылар өздерінің әрекетлерін әмелге асырады. Сондай қалатылар, Қарақалпақстан Республикасында да ұсталған алдаушылар бар, кейбір жинаятшылар бар. Көбірек олармен сәубетлескенімізде қайсы уақытларда істелгенсе, түнгі уақытларда қайсылар кафеде, болмаса компьютерный играларда, сондай жерлерде өздерінің жұмысларын атқарған. Көбірек түнгі уақытларда жұмыс істейді сол. Сол себеплі интернетіміз керек уақытта пайдалануымыз керек. Керек емес пе, өшіріп қоюымыз керек. Мұнан кейінгісі жоғарыдағы айтылып өтілгенде APK қорықшы әлбетте телефонымызда орнатылып тұрылу керек. Себебі ол 24 сағат давамында сізді қауіпсіздігіңіз тәмінлеп тұрады. Жоғарыда айтып өттік. Бұл APK қорықшы болатын болса, телефонға автоматик түрде өзі бекарлап бастайды. Қандайдыр зиянлы файл келді ме, оны автоматик өзі блоклап тұрады. Осы жерде бір затты мен ішкі істер ұйымы қызметкерлері сұхбатында сіздерден сұрамақшымын. Әрқандай қорғау ұйымлары, мысалы, әрқандай қорғау ұйымлары, мысалы үшін МИП болсын, ЖПХ, яғни жол харекет қауіпсіздігі басқармасы болсын, ішкі істер министрлігі болсын, мемлекеттік қауіпсіздік қызметі болсын, прокуратура болсын, қорғау ұйымлары Telegram арқылы сондай зат жібере ме? Жоқ. Әне, жауап сіздерге. Қорғау ұйымлардан ешқашан сіздің телеграмыңызға нә суттың қарары, нә басқа зат олыма кемейді. Рәсми тәрізде олар почта арқылы жібереді. Соны ұнытпаң, hürmetli ата-аналар, жастар. Тарқатың осы жеріне видеоң, бола ма? Бұған бір мысал кетіп айтсақ болады. Кеше жақында бір Нөксі районында бір сондай бір бұқара келді. Маған дейді, Маркази банктен жазып атырыпты дейді. Сіздің атыңызға кредит шыққан екен, кредитті бекарлау үшін сіз және кредит алуыңыз керек деп бұған тапсырма беріп атырыпты. Сіз банкке барасыз, кредит аласыз. Ондан кейін және бір жалған аккаунт бар. Ол жалған аккаунт ішкі істер формасы киген, фейк аккаунт ашылып тұрыпты. Соған барып тұр, хабарласасыз деп атырыпты. Кредитті алады, сол фейк аккаунт ашқан адамға сол тастап берген пластикқа өткізіп беру керек сценарийсі бойынша. Уақытында біздер барып қалған екенбіз, бір жиналыс бойынша хабарласты. Мен ешкімге хабарласпа, бұл екеуміздің ортамыздағы секрет деп айтып атырыпты да. Тур барасам, банкіне қаласам, хақиқаттан сілерде сондай зат бар ма деп сұрап атырыпты да. Яқ, ешқашан социал тармақларда ішкі істер болсын, МИП қызметкер болсын, басқа да құқық қорғау ұйымы болсын, банк болсын, ешқашан сізден социал тармақтар арқылы жеке малумат сұрамайды, болмаса осындай әрекетлер істең деп сұрамайды. Бұндай жағдайда не қылуымыз керек? Әлбетте ішкі істер болатын болса, 102-ге қоңырау етіп сұраса болады, болмаса әрбір махалленің профилактика инспекторлары бар, профилактика инспекторларына байланысып сұраса болады. Кеше жақында сондай бір халаттың алды алынды. Бұл Жизақ viloyatында болды. Яғни әрбір банкте ішкі істердің қызметкерлері бар, қорғау бөлімі қызметкерлері. Соған барып тұрып, бір бұқара хабарласып атырыпты. Маған сондай тапсырма болып атырыпты, кредит алуым керек. Енді мені мынандай ішкі істер қызметкерлеріне баруым керек. Танисыз ба деп сұрау беріп атырыпты. Ішкі істер қызметкерлері одан хабары болғаннан кейін, тоқтаңыз, сіз мошенникке ұшырап атырсыз. Кредит алған уже. Кредит өткізіп беруге баратырған екен. Алған кредит, ішкі істерге өткізуім керек деп атырыпты. Сол жерде тоқтатып қалып атырыпты. 100 миллион сом пұлы бұқараның өзіне қалып атырыпты сол жерде. Ешқашан банкте сіздің кредит бар екен деп социал тармақта жазбайды.
сол орында мен сурауды беруім орынды. Сол кибер жанайшылыққа қарсы күресуде мемлекеттік органдармен, о банк болсын, мемлекеттік мекемелер болсын, қандай біргелікті ислесулер қазір сіздермен біргелікте әмелге асырылып жатыр? Біздерде көбірек жұмысымыз банк пластик карталарымен байланысты болған соң банклермен көбірек істесеміз. Бұл бойынша біздердің арнаулы программаларымыз бар, 24 сағатта ұйымдастырылады. Қандай системасы? Мысалға, сіз жәбірленіп қалсаңыз, дархал 102-ге шығуыңыз керек. 102 біздерде күн-түн дежурный болады, нәубетші болады. Нәубетші біздерге хабар береді. Хабар бойынша сізге байлансамыз, қайсы пластик картадан пұл шешілді, қайсы уақытта барлық өзімізге керек мәліметті алып аламыз да, сіздің шешілген пұлларыңыз қайсы пластиклардан өткен болса, барлығын блоклау имканиятымыз болады. Яғни сізден шешілген пұл бір ғана пластикте тоқтап қалмайды, оның ізі бар. Цепочка дейміз, сол бойынша барлық пластик карталар блокланады, һәм пұлыңыз сақланып қалынады ол жерде. Бұл дегені қаншелі ертелеу хабар беретін болса, пұл сақлап қалу имканиятымыз бар. Айрым адамдар бар, қорқыныш болады, мен айта жақ едім, болмаса бүгін 6-шы күн еді, қалау күн еді, мұражат еткен пайдасы жоқ деп ойлап қалады, бірақ оның имканы бар. Сол себеплі пұл шешілді ма, дархал хабар беру керек болады. Негізінде 7/24 102 істеп тұрады. Демек, қалеген уақытта шығып, мұражат етсе болады. Енді бағана сөйт басылануынан алдын өзара сөйлескенімізде айттыңыз, Шухрат, негізі алданып қалып жатқандардың басым көпшілігі жас үлкейлеріміз, пенсионерлеріміз деп айттыңыз. Именно пенсионерлер алданып қалмау үшін не қылуымыз керек? Анализдарды айтып өтуім керек. Сол жерде біздерге көпшілік, мысалы, күнлік мұражатлар анализ етіп барылады. Айдың ақырында, орталарында, мысалға, напақа пұл түспейді, айдың басында түседі. Сол уақытта мұражатлар жүдә көбейіп кетеді. Мысалға, күнде 10, 7, 8, 10 мұражат түсіп тұрған болса, айдың басында 20-30 мұражатқа шейін көбейіп кетеді. Бұл деген көбірек сол уақытта пенсионерлер жәбірленіп қалады. Не қылуымыз керек? Құрметті жас үлкендер, телефонымызды бірінші нәубетте АПК файл бар жоқ екенін тексеруіміз керек. Тексеру үшін дұрыс, сіздің түсінуіңіз жоқ болуы мүмкін, бірақ жастарымыздан, болмаса сол жерде перзенттерімізді түсінетін адамдардан жәрдем сұрап, біздің телефонды тексеріп бер, АПК қорықшы орнатып бер деп, АПК қорықшы орнатып қоятын болса, бұндай халаттың алдын алған боламыз. Енді берді яш кеттелердің мысалы өзі түсінмәслігі мүмкін, не дәстүр мысалы АПК қорықшыны жетіп орнатамын деп алданса керек. Алданады. И бұндан тышқары қазір мысалы яшьларымыз дүм түсінеді техникаға. Мысалы әрбір шу яш мысалы үйіндегі техникаға түсінетін түбінде бір адам болады әрбір семьяда, айлада мысалы. Шу барып тұрып, бірінші ол жерде телефонды вирустан тазаласа, мысалы АПК қорықшыны орнатса, барып тұрып вирустан тазаласа, шу яғни яш кетті ахалымыздың пенсиялары, шу нафақа пұллары өзләштірішінің алдын алған болады да. Өзін өзі жоқ болып кетмейді. Мысалы телефоныңыз тұрды, өзін өзі жоқ болып кетмейді. Қашан өзін өзі пұл шешіліп кетеді? Қашан күйіш телефоныңызда зарарлы дәстүр болғаннан кейін шешіледі ол. Өзін өзі шешілмейді. Түсінім бойынша демек, пенсия түсуден алдынан ол вирус түсіп, тайм болып тұрады да, пұлды тартуға тайм болып тұрады. Соның үшін хүрметлі жас үлкейлердің перзентлері, жаслар, інілерім, қарындасларым, менен жас үлкейлер, папаңыздың, мамаңыздың, әжеңіздің, үлкен атаңыздың телефонын бір тексеріп берің. Әлбетте, папаңыз, мамаңыз, үлкен атаңыз, апаңыз Android телефон істететін болса, АПК қорықшы деген программаны орнатып, установка қылып берің. Жас үлкеніңіз түсінбеуі мүмкін. Зорға бейшара жасылды басып, қызылды басып білуі мүмкін. Тек қана. Соң үшін сіздерден бір өтініш болады, жас үлкейлеріңізге кіттай Енді көпшілік азыр сауал туылышы мүмкін қараларымызда кнопочный телефон шетсем қалай болады деген да. Кнопочный телефон шетемін мен ошондо АПКдан қалай қойып. Кнопочный телефонға зарарлы дәстүр біріншіден орнатылышы имканияты жоқ. Біріншіден қалу жүрсе, олар ноудан қорғану керек. Сақта қоңырақлардан, сип телефония мысалы, өзінің мәркәзи банктан ман деп телефон қылады, болмаса қандайдыр бір құқық қорғау ұйымларынан ман деп телефон қылады, мысалы, ішкі іштер әзірлігінен дейді, дәулет
xavfsizlik xizmatindanman deb telefon qiladi yokida shu qandaydir jinoyat sodir etilgan go'yoki shu jinoyat ishindagi yetkazilgan zarar siz qoplovingiz kerak, sizga shu ishonchnoma berilgan deb bo'yningizga yuklab aytib bosim o'tkazadi-da. Ya'ni shularga ishonmasligimiz kerak-da, masalan, knopka telefonda. Endi o'z-o'zidan temamiz ham so'ga burilib atir. APK-dan jumaqlab, endi so telefonlarga odan keyin tradingga ham o'tsak bo'ladi. Endi telefon qo'ng'irovlari orqali aldanib qolayotgan joylar juda ko'p. Men bilaman, bir qayirkomliq zat ishlab edik, aqqan bo'lgan bir qizga jardam bereylik deb. Bundan bir 5-6 yillar oldin. O vaqtda APK degan unchalik rivojlanmagan. Сол кезде o'zi jinagan, operatsiyaga deb jinagan pulimiz 80 million bir tartdi, odan keyin 20 million ақша түсті. Және tartdi. Tartib, olumалық hesapta tartқан summасы 140 million so'm болды. Men сол кезде апаға айттым, апа, сізден код сорап шығады дедім. Код сорап шығады сізге. Өтініш айтпаң кодты, ешкімге код айтпаң. Ол не қылған, машинкалар зоңға кеткен, пұл тастай жақпыз. Көрдік видеоны, картаңызға пұл тастай жақпыз. Біздердікі счеттан өтеді да, соның үшін картаңыздың кодының астында 2 цифр бар, сонам айтып жіберің. Сізге цифр барады, сол цифрдан айтсаңыз, бияқтан азы біздер 200 million сом пұл тастап атпыз деген. Енді бұрынғы 5-6 жыл алдыңғы деп жатырсыз, оның таза ұсылы пайда болды. Яғни жәбірленген бұқараларға сондай звоноклар болып жатырды. Сіз сондай кибержинаяттан жәбірленіп, пұл шешілген екен. Пұлыңызды қайтаруыңыз үшін біз жәрдем береміз деп рекламалар пайда болуы мүмкін, болмаса қоңыраулар болуы мүмкін. Сіздің пұлыңызды біздер қайтарып береміз. Оның үшін сізге код жіберді, кодты айтып жіберіңіз деп жатырды. Қараң, аспан үзіліп жерге түсіп кетсе де ешкімге код айтпаң, яқшы ма? Аспан үзіліп жерге түседі ғой, сонда да айтпаң. Енді қайтып түсіндірейін. Айтпаң. Iltimos сіздерден. Айттыңыз, ұқылады. Со телефондағы барлық карталардаңызда пұлдар ұқылады. Жоқ, онда берің. Жоғарыда айтқандай, әрбір хабарды оқып көру керек болған. Низат айтып отырып па? Тасқылаушы кодты айтып жіберің деп отырып па? Пұл шеше жақ телефоныңнан, мына кодты ешкімге берме деп сізді ескертеді SMS. Жазып қойыпты же SMS. Жазып қояды. Бірақ сол кодты қой айтайын деп айтып қойды. Ана апаға енді айтқан, мен айтып кеттім ғой. Iltimos, сізге звонок болады. Білдім ау соны. Звонок болады. Айтпаң, яқшы ма? Айтсаңыз ұқылайды деген жерде 200 million сом тастайман деп сен айта қойып деп тұрыпты да. Соның үшін hürmetli жас өкілдер айтпаң, жас кішілерім, ешкім айтпаң, iltimos. Код сұралды ма, сізден пұл шешеді. Бұл SIP-телефония ұсылы дейміз ғой. SIP-телефония ұсылы шетелде SIP протокол арқылы нема қылады? Şu addi sim карталар, өзіміздің sim картаны алып тұрып, оның үстіне маска кигізеді. Мысалы, подмена нөмір қалады. Мысалы, 91-дан 123, мысалы 3456 деген нөмір болса, ана şu нөмірді 78-лік етіп көрсетеді. О хабарыңыз болса, бір жылдың, адашымса 1-2 жылдықта 78-ліктен, 71-ліктен код түседі. Көтермеңдер, ақша шешіп кетеді деген вахима болды, тура ма? Бұл құдды şu нәрсе şu. Яғни адди şu нөмірді алып тұрып, оны 78-лік қалады, 71-лік қалады. Үстіне маска кигізеді оның нөмірдің. Уже сізге телефон болады, қандай 78-лік, 71-лік болады. Сіз көтеріп телефон қылсаңыз, фуқараларымыз ойлайды, мен телефон көтерсем, мен ақша шешіп кетеді деген нелер бар да, ойлар бар фуқараларымыз. Ол сіз телефон көтерсеңіз, сізге қоңырау келсе, телефон көтересіз, бірден ақша шешіп кете алмайды ол. Ақша шешмейді сіз телефон көтерсеңіз. Сіз лекін қанша көп олар білен сұхбатлашасыз ғой, бір нәрсеге етібар берішіміз керек, рус тілінде сөйлешеді. Соф өзбек тілінде сөйлеше алмайды. Қаралпақша сіз білен тем более сөйлеше алмайды. Фақат русша сөйлешеді. Сіз мысалы қаралпақша сөйлесіз ғой оңа. Русша сөйлейтін адам бар ма яныңда дейді. Шуңа беріп дейді мысалы. Манипуляция қылып басшы еді онан кейін. Сіз білмей қаласыз, мысалы 2-3 минуттың есабында сіз ұшындай басым білен, манипуляция техникалары білен, өте күшті психологлар, мысалы олар
манипуляция кылып сиздин уже банкта аманатыңыз бармы, сиздин ат фамилия отчествоңуз өзүңүз айтканыңыз билбей каласыз да бул нерсени. Шуning үчүн телефон келди, мисалы 71 78 ар кыл нөмүрдөн сизге бейтаныс нөмүрдөн телефон келсе, мисалы телефон көтөрсөңүз сиз менен русча мулакат кылып баштадымы, и жеке маалыматларыңызды сурап баштадымы, болду телефонду коесуз, болду. Сүйлөшүп отуруунун кереги жок уман. Ушундай эч зат кыла албайт. Елі сотыр енді елімде бар, менімше сорауды басқашалау етіп беріп кетсем болады. Мысалы, егер машинник алдайман десе, 78-ліктен шыға ма, 71-ліктен шыға ма, 91-ліктен шыға ма, 97-ліктен шыға ма, 88-ліктен шыға ма, қайсынан шықса да алдайман десе, алданып қалу ықтималымыз бар. Соның үшін ылажбанша сөйбеттің мәзмүніне, мәнісіне итибар беруіміз керек. Қорқытып әрекет қылады, басым өткізеді, жинаятқа тартып жібереміз дейді. Басқа бір қорқынышты уақимаға түсіріп тастап, тоқта телефонды қойма, қойсаң азыр байланыс үзіледі, сол білен сен құтқарып қала алмаймыз дейді. Ол ешқашан һәмме заттың ілажы бар. Бірінші нәубетте аманатыңыздан пұл шешіліп отқан болса, банкке звонок еттің, ақаттан пұл шешіліп жатыр па мен деп. Ол құрдан құр шешіліп кетпейді ол зат. Айрым бұқаралар бар, қой мен жас үлкен болған, мен түсінбей жатырмын телефонды дейді да. Хаттеки олар тастап берген программаны телефонына установка етіп, көз алдында көріп отырады не істеп жатырғанын. Жас үлкендеріміз көбірек сондай етіп алданып қалып жатырды. Мен сондай халатлар болды. Телефонды түсінбей мен балам деп не қылып жатырды, алдаушы не қылып жатырды, оған телефонды масафадан басқаратуын дәстүр тастап беріп жатыр. Айтып жатыр, мынаны бастасаң, өйтесің, бүйтесің. Телефонына кіріп алғаннан соң көз алдында һәмме зат істеп жатыр. Пластик картасына кіріп жатырды, оны Face ID-ден өткізіп кредит рәсмилестіріп жатырды. Сондай халатлар болды. Мен азыр сілер сөйлеу айтып отқан кезде бір зат ойлап қалдым да. Мысалы, банкка аманат қойса бір жас үлкен, мысалы, арғы тареп беріп ойладым да, енді қайтып алсам болады екен деп. Банкка аманат қойған бір жас үлкенді таусам, сөйтіп нөмірін бір елерден табамын, телефон етемен айдың ақырында мысалы үшін. Пұл қосылатын уақыт. Ал пұл қоса жақпыз, картаң, мына карта сенікі ме? Нөмірін білемін картасының. Азы пұл тайшы жақпыз, код барады, соны айтып жіберсең, бір айлық аманатыңның пұлын тастап береміз, қосып қоясың өзіңе. Десе де алдаса болады екен, Енді берді аманатты шунчаки ечіп кете алмайсыз да сіз. Хаттаки мысалы мен өзім аманатым өзім ече жақ болсам, контрольный звонок болады банктан, яғни сен ечіп отырсам, сеңа керекмеш пұл, қайерге ечіп отырсам деген контрольный звонок болады. Себебі егер шу тізім жолға қойылмағанда, фуқараларымыз өздері өзінің аманаттарында ечіп тұрып, мошенникларға турдан тур өткізіп берген халат болды. Жақында шундай халат күзетілді. Шу Нүкіс қаласында бір оқытушы аманатындағы пұлны енді телеграмнан мәркези банктан қоңырау болады мұңа шу оқытушыға мәркези банктан сенің дейді банктағы аманатың хав астында, егер де азыр шу аманатыңы хавсыз хисапқа өткізіп қоймасақ шешіп кетеді аманатыңа дейді. О вахаланки өзінің лечениясын алып қойған пұлы бар да оның 80 миллион сом аманаты бар екен. Шуны хавсыз хап өткізіп қоюыңыз керек дейді. Бірақ дейді үйіңдегі ешкімге айтмайсан, махфи, конфиденциальный звонок екеумізге дейді да. Яғни махфи звонок екеуміздің сұхбатлашқанымыз, бірақ ешкімге ешнәрсе айтпайсан дейді. Бұны ма қылады? Яқшы дейді, қайерге өткізейін дейді. Енді бірнеше жыл давамында жинап келген пұл да оның ақшасын. Шөндетіп 80 миллион сомыны бөліп өткізе жақ уақытында банктан звонок болады мұға. Енді хавсыз хисап дегені бұл мошенник ташап берген пластик карта да ол хавсыз. Банк тізімінде хавсыз хисап деген, хафли хисап деген терминнің өзі жоқ та. Мындан жауап қарасаңыз. Банкка аманат қойғанлар естің. Хавсыз хисап и хафли хисап деген umuman жоқ термин банк тізімінде. Нема қылады? Хавсыз хисап өткізесен деп пластик нөмір ташиды. Енді яшы үлкерақ әйел шуңа бөліп тұрып өткізіп отырғанда банктан звонок болады ма? Пәленкесі па, сіз ұшы аманатыңызы ечіп отырсыз, нуға керек өзі, деді. Қайта сорит, мошенниктан телефон болмады ма сізге, деп. Сағат 10:30-да, кешкі 10:30-да бола тұрған халат та. Кешкі 10:30-да бола тұрған халат. Мошенниктан сізге қоңырау болмады ма, дейді. Ана енді мошенник оны айтып қойыпты ғой, махфи ешкімге айтма деп қойыпты. Бұл банк хадымына әйел нема қылады? Яқ мошенник емес, мен өзіме ақша керек болып тұрыпты дейді. Шөрінде кетеді. Бірақ біз әйге уже мұражат келіп жатырда айтып отырды, Атабек, мен әне шуны
білбейдім дейді да, бірақ алдадым банк хадымын дейді да, жерде өзімнің айыбым бар дейді, бірақ алдап қойдым шу банк хадымын дейді. И нәтижеде шу өзінің аманатындағы пұлны өткізіп беріп жатыр. Бұл бір. Қалуырса, әне шу енді хавсыз хисапта ғой. Енді шуны хамая қылышымыз үшін атаңызға ені кредит аласыз, 50 миллион кредит алып тұрып, ені өткізіп беріп жатыр да. Яғни үшінде 130 миллион сомға жәбірланып қалып жатыр да, бір жерде шу аял. Яғни бұл жерде нема қылышымыз керек? Бірінші ол жерде қандай дәулет ташкилат кархана болсын, сізді телеграм арқылы байланысмайды умуман. Телефон қылу мүмкін. Мысалы, сіз жеке отам жеке маалымат сұрамайды, тасқылаш код сұрамайды. Егер де қандайдыр сізге хат бережек болса, хабар бережек болса, үйіңізге почта арқылы конвертқа салынған, айнан сізге рәсми тәрізді, сізге адресіңізге, мәнзіліңіз көрсетілген хат барады үйіңізге. Егер шундай тәрізді ішеді. Көпчілік телеграмнан телефон қылса, мысалы Маркази банктан дейді, ішкі істер вәзірлігінен дейді, ышанып қалады. Оған ышанмасымыз керек. Сол жерде сұрау туылуы мүмкін да, бұқараның аманаты бар екені олар қалай біледі? Қызық сұрау ғой адамдарға. Значит, банк қызметкерлері өздері қолы бар. Қайда алақасы бар ондай. Бірақ бір затты сол жерде туарқып беру керек. Сол жәбірленіп қалып жатқан адамның телефонда вирус болғанда, телефонда вирус арқылы сіздің келген смс-теріңіз көріп отырыпты. Яғни аманатқа пұл қойылып жатырыпты, аманаттан пұл шешіліп жатыр, аманатқа пұл толтырылып жатыр. Анализ қылып отырады. Һәм мезет анализ болады ол жерде. Аманатта пұлды қалай біледі дейді. Һәм мәліматлар смс арқылы көрініп тұрды ол жерде. Жеке мәліматын шақсын айлық кіртетін болса, интернетте OSINT системасы бар. OSINT арқылы оны кім екенлігі, хаттегі сурет қандай барлығын анықтаса болады. Бірақ аманаттағы пұлдар банк қызметкерлері ашкар етіп сондайлар қылып жатырыпты деген пікірі бар адамдардың арасында. Бірақ ондай емес. Телефонда вирус болған үшін келген смс арқылы аманатта пұл бар жоғын көріп жатырыпты. Хабар келеді. Енді және бір сұрау бір бағана телеграмға қайтамыз. Енді жылдың жұмағында, жылдың ортасында, бірінші шеректің ақырында сондай зат үршіп кетеді да. Трендке болады, сол дауыс беру деген. Ең жақсы басшыға дауыс беру, ең жақсы мекемеге дауыс беру деген. Open бюджет бар. Солар арқылы алданып қалу жағдайлары болған ма еш? Алданып қалмау үшін не қылу керек бұндай жағдайда? Алдаушылар сондай фұрсатты күтеді, вазиятты күтеді. Сол затлардан пайдаланады. Мысалға, қандай десе болады, 8 март арафасында көбірек қандай болды, сізге подарка жіберіліп жатырыпты деп сілтеме даярланады. Подарканы қабылдап алу үшін сол сілтемені басатын болсаңыз, телеграм аккаунтыңыз созылған болады. Болмаса жылдың басында болды, жылдың ең зор сотруднигі, болмаса жылдың ең зор мамасы конкурсында қатынасып жатырыппын деп сіздің жақыныңыздан хабар келеді. Бір тарапында сіздің танысыңыз сурет тұрады, екінші тарапта бейгана адам. Сіз танысыңызды көріп тұрып, қой соған жәрдем етейін, бір-екі дауыс болса да пайда болсын деп дауыс беремен деп ойлайсыз. Дауыс берудің үстіне басатын болсаңыз, телеграм аккаунтыңызға бейгана бір құрылма қосылып сізбен пайдалануды бастайды. Арадан уақыт өтеді, 24 сағаттан кейін сол бейгана құрылма сізді шығарып бастайды да, сіздің атыңыздан контактларыңызға жазып бастайды. Қарыз сұрау мүмкін, болмаса сондай APK дейміз, болмаса басқа өз зиянлы файларды таныстарыңызға тастайды сіздің атыңыздан. И көп уақытқа шегем, кемінде бір күнге шегем, телеграмға кіре алмай қаласыз. Соның үшін не қылуымыз керек? Әлбетте, har қандай социал тармақтар болсын, телеграм, инстаграм болсын, екі басқышлы қорғану парольдерін қосып қоюымыз керек. Яғни облачный пароль деп айтылады, облачный пароль болатын болса, бұл біздің екінші қауіпсіздігіміз. Яғни дұрыс ба, бірінші бір кодпен, болмаса сілтеме білен алып кету мүмкін, бірақ екінші біздің қорғаушы облачный пароль болатын болса, облачный парольді тек қана өзіміз білеміз. Оны тіклеу үшін қаншадыр уақыт кетеді. Кемінде бір апта уақыт кетеді тіклеу үшін. Кейбір алдаушыға ол зат шарт емес. Ол лучше тезірек істеп кетсе болды. Бұл жерде ең қызықарлы ері, мысалы, шы
сотрудник года дейді я болмаса енді әрқилы сияқтылы келеді ғой мысалы ең зор хадым номинациясында штирак етіп отырсаң деп дауыс бересіз мысалы басып қоясыз телеграммаңыз өзләштіріледі мысалы өзләштірілгеннен кейін сіз кіре алмай қаласыз шүндетіп жақындарыңыздан қарыз сұрайды да мысалы ертең обедке шейін 1 миллион беріп тұр я болмаса бір күн 1-2 күнге 6 миллион беріп тұр мен қайтарамын саған обязательно дейді да көпшілік нема қылады енді әкем үкем деп жазып қоямыз ғой телеграмда я болмаса апам деп жазып қоямыз қарындашым жорам деп жазып қоямыз енді соларды анализ қылып ең жақын адамдарыңыздан сұрайды да сізге негізі әммеден сұрайды просто ең жақындарыңыз енді қимайды ғой сіз өзіңіздің жақыныңыз болғаннан кейін қарыз сұрап ташағаннан кейін мысалы мен Атабек болсам ташаған пластик нөмірім Атабек болмайды да өрде мысалы Жасур болады я болмаса басқа ат білен болады да көпшілік етібар бермейді ол нәрсеге пластик нөмір ташиман дейді тоқта бұл пластик нөмір Жасурдікі ғой Атабектікі емес қой деп просто телефон қылмайды адамдар үш адамның өзіне да мысалы шының өзінде бірталай сақланып қалса болады албетте конечно и бір жағын ойлауымыз керек азыр көпшілік фуқараларымызда бір 20%-ында бар шығар 2 басқышылық парол бірақ қалғанда ешқайсында жоқ мысалы оқыт насихатлау жұмыстарын алып барған кезде шу барған жерімізге кәмінде мысалы 100 адам отыратын болса шу 100 адамның бір 15-20 адамында 2 басқышылық парол болады қалаларында жоқ 2 басқышылық парол өзі не үшін керек біздерге тасауыр қылың мен шу сілтеме басып қойдым тура ма менің бірінші хымаям бұл телеграмма кіре жақтан не сұрайды біздерден код келеді тура ма 5 санлы 5 неден ибарат санлан ибарат код келеді бұл менің бірінші хымая тізімім шу хымая тізімнен яқшы өте қойсын екінші менің хымая тізімім бұл менің облачный паролым Әгер оны мен білемін фақат, оны башқа ешкім білмейді. Қачанки шу фирбгер менің облачный паролыма жазады, шunda кіре алады да. Әгер мен өзім кіртіп бермесем оңа. Яғни шуның үшін керек мысалы көпшілігіміз, егер кімде жоқ болса, тәпсия қылама қойып қойыңдар бұл нәрсені. Телеграмның өзінде я сізден бір платеж, дейді бір төлеу талап қылмайды, я бір адди нәрсе мысалы орнатуды оны, бір минутлық нәрсе. Бұл жерде және сол жас кішілерге мұражат етеміз бе дедім. Жасыл көйлеріңіздің телеграмларының двухэтапный парол аудификация деген зат бар ғой. Соны толдырып екі басқышлы паролды қойып қойыңдар, әм осы паролды бір жазып қоя қойың жасыл көйлерге бір затқа жазып қойсаңыз тыныш болады. Скриншот қылып қойсам экранда тұрады галереяда. Бұл кейбір алдаушылықтың бұл ұсылы Қарақалпақстанда ондай жәбірлену қалады көп күзетілген жоқ, бірақ Ташкент қалалары сол. Себебі олар білеміз, sun'iy интеллект егер шет мемлекеттерде тұрып істелген болса, sun'iy интеллект арқылы өзбек тілінде тур шығарып бере алады. Қарақалпақ тілінде тур істеп бере алмайды. Біздердің бұқаралар не қылды? Бұл қарыз сұрап отырыпты, неге өзбек тілінде жазып отырыпты гуманлар. Мысалға мен Қарақалпақ болатын болсам, маған таныстарым Қарақалпақ тілінде жазады. Әке 10 миллион сом қарыз беріп тұрың десе мен гуманланамын ол затта. Содан кейін өткізіп қалмайды. Бірақ қазіргі күнде оның жолдары табылып жатырыпты. Яғни Қарақалпақ тілінде де қате болса да турлап жіберіп жатырыпты олар. 5 миллион сом қарыз беріп тұр дейді. Із бетінде қазақшалап, сәл басқашалап, басқа тілде сөйтіп жақырақ тілде қарыз сұрауы мүмкін. Қаттекі менің атымнан жазып жатқан болса, менің дауысымды sun'iy интеллектте өзгертіріп, қаттек мен болғым сөйлеп жатырыпты сол алдаушылар. Өзі кейінгі сұрауым именно сол жасалма интеллект туралы еді. Жасалма интеллект арқалы адамнан алданып қалмау үшін дефейк видеолар бар, айырым голостар жаратылып жатыр. Енді қосық жаратылғаннан кейін голос не болыпты? Крокодил шыққандай ма? Крокодил шыққандай. Сенесіз бе сол крокодил деген мысалы да бір естігеніңізден логически мүмкін еместігін түсініп отырсыз ғой. Бірақ алданып қалған ғой. Мен хүрмет ететін, енді атын айтпай қояйын, бір үлкен білімдендіру орайында басшы лауазымда істеп жатқан бір адам маған мынау рас па деп тастады ғой енді. Үлкен мекемеде атын айтпай қояйын. Сол видеоны телевидениеда шығарып үгіт насихат негізі фейк зат, бұл зат деп шығарғанымыздың өзі мысалы үшін Инстаграмда 600.000 просмотр болды. Бәрібір сеніп қалатын адамдарымыз бар екен. Бар. Себебі азыр көпшілік дұрыс IT тарауында сауаттанғандығы онша дәрежеде емес. Бұны азғантай ішіне кірген адам біле ажырата алады. Sun'iy ма, я болмаса ақиқи ма, табиғи ма деген.
Оны мен шарқлап отыру ниетім жоқ, себебі телевидениеда ясына қылып айтып берді ол жерде. Соның интеллектте істелінген аяқларынандай телевидениеда толық етіп мощный етіп түсіндірілген ол зат. Ол адамдарымыз жасалма интеллект арқылы енді азыр айтып жатсыз ғой, Қарақалпақшаның елі соның интеллект енді үйреніп жатыр. Бірақ дегенменен бәрібір алдымызда күтіп тұрды ол зат. Әлбетте. Алдымызда шығады. Соның үшін бір қазірдан біздер профилактика қылайық. Алданып қалмау үшін не қылу керек? Қараң, азыр мысалы Инстаграмда адди рилс көріп отыратын болсақ, алдымыздан шығады да, яғни қандай сіз мошенникларға алданып қалдыңыз ма? Онда біз сізге ярдам береміз дейді. Ол жерде формадағы адам сөйлейді, сол формадағы тұрған. Онда біз сізге ярдам береміз дейді да, оның үшін заявка қалдырың дейді. Заявкада сіздің ат, фамилия, отчествоңыз, телефон нөміріңіз, жеке маалыматларыңыз umuman кіртесіз бірге. Инстаграмда отырған нәрсе. Бірақ профиліне қарасаңыз, деп енді жоғарыда юзернейм болады ғой, профиліне қарасаңыз, ол жерде санлар, қандайдыр натаныш, басқаша атлар болады да, ол адати не емес. Бірақ видеода формадағы тұрған адам ол сізге жандырып айтады ки, мошенникларға алданған болсаңыз 100% пулыңызға қайтады дейді. Бірақ бұл дипфейк. Яғни шу интернеттен қайырдандыр шу адамның, формада тұрған адамның рәсімі алынып тұрып, сүни интеллект ярдамында оңа ішлеу беріп, шу контент үшін айырылмаған 30-40 секундтық видео қояды. Әлішер Усмановтікі бар. Өзлеріміздің мысалы танықлы ханандалар бар. Мүнсер Ризаева мысалы болды. Әдис Раджаб шықты мысалы актер. Көп ондайлар, жүде көп. Бұлар не үшін фуқараларымыздың шаншыны қазанып, кейін оларға мадди зарар еткізіш үшін қаратылған нәрселер бұлар. Инстаграмдағы әр бір нәрсе, мысалы, көпінше дәулет рахбарларының мысалы қойып тұрып, нема қылады, гояки кәм тәмінланған айлаларға субсидия маса қандайдыр шунданча пул тарқалып жатыр деп нема қылады да. Оны мысалы фуқараларымыз адди отырып шу Инстаграмда көріп, әй тоқтам, алдық, алып қалайық деп, пайдаланып қалайық деп шуңа жанып қалады. Ол уақытта ақыл өшеді ғой. Алып қалайын, қамай қояды деп басамыз ғой. Әне шундан кеп шығады да бұлардың әммесі. Интернеттегі әрбір нәрсеге шубқа білен қарап үргенсек, өзлердің иммунитетіміз өте күшті болады бұларға nispeten. Негізінде ең зор бағана сұраған шешімді қазір алғандай болдым. Өзі әрбіріміз өзімізге сұрау береміз. Неге бұндай қылып жатыр? Неге бұндай хабар менің алдымнан шығып жатыр? Неге именно нелері мынандай? Неге деген сұрауды көп өзімізге берсек, алданып қалмау ықтималымыз сол дәрежеде жоғары болады. Енен бір кішкене бір инструкция, лайфхак дейміз ғой. Алдыңыздан шықты ғой, мысалы шындай шұқалап бір контент шықты. Оң жақ жоғарысында 3 дана нұқта бар. Şu жерде басып тұрып пожаловаться қылсақ болады. Мысалы, әрқандай фирбгер яна яққал көрініп тұрыпты ғой, мысалы сізге бір. Ол контентті біздер әр қайсымыз мысалы көріп тұрыпсыз. Мысалы, Әлішер Усмановтың акциясы қандайдыр тарқалып жатыр дейді, тарқатылып жатыр әммеге деп. Пайдаланып қалың деген нәрсені көрдіңіз бе? Біліп қойын ки, ол сізге пайда емес, жәбір еткізеді. Шуның 3 нұқтасын басып, мысалы, пожаловаться қылсақ, шу контент жоғалады да. Яғни сіздің алдыңыздан шықмайды. Қанша келім адамдар мысалы шуға басатын болса, ол контент жоғатса болады да, блокласа болады. Ол жерде тек өзі емес, басқаға пайдасы тиген болады. Не только өзіне, басқаға да пайдасы тиген болады онда. Жоғарыда айттыңыз, біздерде анализлар бар, қандай адамдарымыз қандай жолдармен алданып қалып жатқаны, басқа қылынып жатқаны. Олардың алдыны алу үшін бір талай жұмыстар әмелге асырылып жатыр. Бағана сөйлесіп тұрғанымызда эфир басталудан алдын бір талай жаңалықтарды айттыңыз. Зор бір ұсыныстар болып жатыр, сонымен біргелікте системалар ісленіп шығып жатыр деп. Солар хақында бір мағлұмат берсеңіз, халқымыз бір хабардар болса. Бірінші нәубетте қарарлардан бастайтын болсақ, құрметті президентіміздің 2025 жылы 30 апрельдегі ПК 153 санлы қарар қабыл етілді. Бұл қарарға сикар барлық банкілер һәм төлеу системаларына талап қойылды, яғни өздерінің мыжазлары дейміз ғой, банктің мыжазларын қауіпсіздігін тәмінлейді. Егер бұқаралар өздерінің атына кредит тақиқты қойып тұрып, бірақ сол банк, қайсыдыр банк сол бұқараның атына өзінің хабары жоқ кредит шығарып жіберетін болса, бұл жерде бұқара жәбірленіп қалса, жеткелген зиян бұқара емес, банктың өзі төлейді.
бірақ тек бір шарты, әрбір бұқара өзінің атына кредит шығуының алдын алу бойынша тақиқ қою керек. Азыр болса. Аз мен түсінбегенім үшін аз сұрай жақпан. Мысалы мен машина алайын жай алайын, кредит ала жақпан да, кредит керек болып алып банкқа бардым. Банк қанегесі айтады маған, кредитке тақиқта алып тұр дейді. Алып тұрғаннан кейін, кредит алғаннан кейін, менің есімнен шығып кетеді, жаумайман. Жаумайды. Соны ілажы барынша жауып қою керек екен де. Негізі озат, өздері бұқаралардың өздеріне бірінші нәубетте қауіпсіздік үшін керек. Мысалға, азыр күнде ұзын насия дейміз, басқа бөліп төлеуге зат алатын болсақ, әлбетте сол төлеу системасына доступ беріп тұруымыз керек, ашып тұруымыз керек шектеулерді. Шектеулерді ашамыз, керек затымыз пайдаланып болды, қайтадан шектеулерді қоюымыз керек. Сол затты өздерімізге әдет қылуымыз керек. Мысалға, телефонымыздың интернетін қостық та өшірдік. Тап сондай зат бұл шектеулерді қоямыз, алып болғаннан кейін өшіп қайтадан шектеулерді жағып қоямыз. Бұл не үшін керек? Мысалға, алдаушылық жинаятының жәбірленіп қалып жатырсыз. Атыңызға сіздің хабарыңыз жоқ, кредит шығып кетіп жатырыпты. Бұл жерде тексеріледі, егер қайсыдыр банк сіздің мақсус реестрға түскен болсаңыз та, не дейді? Так, сәл шалып кеттім өзім. Бұл жерде қандай, мысалға, реестрға кіртілесі егер шектеу қойылатын болса, қайсыдыр банк сол реестрді тексермей тұрып сіздің атыңызға кредит шығарып жіберетін болса, бұл жерде банк айыптар болады. Һәм банк төлеп беріледі ол затты. Реестрға кіртілесі шектеу қойылмай, сіз реестрда боласыз. Егер сіз реестрда болып тұрып сіздің атыңызға кредит шықса, банк ол жерде айыпдар болып табылады. Бірінші банк сізге кредит берместен бұрын ана үш реестр тексереді да, сіз бармысыз, жоқмысыз үш реестрда. Егер де үш реестрда болсаңыз, бермейді. Дәулет енді банктың өзінен қойды да ол нәрсені. Албатта. Яқшы. Және де қандай? Бұндан басқа енді біздер Франция тәжірибесі бойынша Қарақалпақстанда қолдап жатырмыз. Сол жылдың апрель айында Қарақалпақстан Республикасы жоғары кеңесі тарапынан арнаулы президент қарары қабыл етілді. Яғни барлық мекемелер өздерінде кибер жинаятшылықтың алдын алу бойынша тарғибат жұмыстарын күшейтілген тәртіпте әмелге асырылады. Һәм бұған бір қанеге бекітіледі. Не себептен мекемелерді алып жатырмыз. Мұражатлардың алайлық 80% сол жәбірленіп жатқан адамдардың 80% мемлекет ұйымдарында болмаса қандайда жұмыс істейтін бұқаралар болып табылып жатырыпты. Енді ашық айтатын болсақ, жәбірленіп жатқан кімдер? Олар мұғалімдер, медицина тарауында жұмыс істейтін олар, былайынша таксимен шұғылданатын олар, болмаса абадаластыруда жұмыс істеп жүргендер. Айлық доходы бар адамдар. Дараматы бар адамдар жәбірленіп қалып жатыр. Сол үшін не қылдық? Франция тәжірибесін біздер сынап көрейік Қарақалпақстанда. Қарақалпақстан Республикасы министрлік кеңесінде арнаулы штаб жөнелтілместірілді. Бұл штабта 88 мекемеден ібарат штаб ағзалары бар. Бұл штаб ағзалары не қылады? Әркім өзінің мекемесінде үгіт насихат жұмыстарын алып барады. Мысалға, АПК қорықшы ойлап табылды ма? АПК қорықшыны барлық қызметкерлерге орнатқызады. Облачный пароль қою керек. Екі басқышы пароль қою керек па, соны қою керек. Бұл да өзінің нәтижесін беріп жатыр қазір күнде. Мысалы үшін Қарақалпақстанда мемлекеттік шөкемдерді мысалы 500.000 адам ішлейді, 1 миллион адам ішлейді десек, сол кепілленген қорғауда болады деген аматады екен де. Азыр күнде бұндан басқа да бір келешекте осы жылда бір өздеріміздің планларымыз бар. Егер зор таклифлер істеп қойылған, егер сол таклифлер құрметті президентіміз тарапынан болмаса жоғары ұйымдар тарапынан мақұлданып кететін болса, бұл кибер жинаятшылықты еледе азайту шараларын көріп жатырмыз. Қазір енді бұл жерде толық айта алмаймыз, себебі анық процесте тұрыпты. Яқшы. Ал енді жастардың зор темасы трейдерлерге келсек. Трейдингмен шұғылданамыз, трейдингді үйретемін, ондай қыламын, бұндай қыламын, үйде отырып, компьютердің мишкісін басып, полыс есен, анаудыға келген мұнау. Әмме алданып қалып отыр. Трейдинг негізі бұл құнды тотализатор ғой. Әммесі 1xbet'те тотализатор ғой. Сізге бұл себебі оңа сіз қандайдыр бір актив сатып аласыз, şu активті сіз ода айландырасыз.
Birinchi очередта umuman mana shu аты qilib aytayın da. Siz hozir birovga 500 ming so'm bering da. Munda misol 500 ming so'm bering. Ana shu 500 ming so'm endi sizdan so'raydi, berib tur menga deydi. 500 ming so'm bir yordam kerak bo'lib turibdi deydi. Yaxshi deb 500 ming so'm berasiz misol. Ertang beraman deydi. Ertang siz borib, ertang arguni siz o'zingiz borib yalınib olasiz shu pulni. Iltimos olib bera qo'ying, sen 500 ming so'm berib turdim. O'zim pulim o'zimga qaytarib ber deb olasiz. Endi siz qarangda, sening aqshang ko'paytib beraman deydi. Kimdir ko'paytib beraman, birov uchun birov harakat qilmaydi hozir. Logikada. Logikaga to'g'ri kelmaydi. Biroq shunday odamlarimiz bor. Instagramda ko'pincha chiqadi. Voy, men Amin opaga 500 ming so'm beruvdim, 5 million qilib berdi 1 soatning ichida deydi-da. Ana shunday barcha oldingizdan chiqqan chiqar, ko'rgan chiqarsiz o'zingiz ham so'rama. Bu hammasi shu nima deydi? Sizning aqshangizni ko'paytib beraman dedimi? Bilib qo'yingki, siz u aqshangizni ko'paytmaysiz, navorot siz aqshangizni berasiz, o'zingiz minusga kirasiz. Ana shunday. Litsenziya, trading yo'nalishida litsenziya olish juda qimmat. O'ta qimmat uning litsenziyasini oluv. Bu sohada kamdan kam odam, ana odam bilan shug'ullanadi. Bu tarovda shug'ullanuv bo'yicha-da mamlakat tarafidan tegishli talablar belgilangan, qarorlar bor. Masalan, durust trading bilan shug'ullanuv bo'yicha normalar bor. Agar shu normalardan o'tayotgan bo'lsangiz, ya'ni litsenziya olsangiz bor, registratsiyadan o'tingiz bor, shu zotlarni istab turib trading bilan shug'ullansangiz bo'ladi. Mine qarang, endi so'rovni сөйтіп berib olayin. Endi adamlardan so'rab bordi, u kim aytib seni sonda? Da qiziq turibman. Litsenziyasi deyapsiz. Ya'ni nuzat qanday kriteriyalar bor? Shu kriteriyalarni aytib o'tsangiz, so'ga esensemi, o'qsama bo'lsa deb bir shishim bersangiz. Trading bilan tradingga baylanışlı platformalar bor. So, misalga O'zbekistonda 2 dana trading bilan shug'ullanuvchi platformaga ruxsat etilgan bo'lsa, tek qana sol platformadan foydalanishingiz mumkin. Onda da litsenziya olib kerak bo'ladi. Bu litsenziya olib, tegishli mamlakatlik uyum bor, so mamlakatlik uyumdan xabarlashib, sol yerdan olib kerak. Endi hozirgi kunda odamlar bu tarovda qaytib aldanib qolib o'tiribdi. Yuqorida aytib o'tdi, oldimdan shunday reelslar chiqadi deydi. Kuni kecha emas, 1-2 kun oldin Taxtako'pirdan bir qaramiz kelib o'tiribdi. Bugan Alisher Usmonovning platformasi deb yozilgan, trading bilan shug'ullanasiz, pulingizni ko'paytasiz deb o'tiribdi. Jasi ulkan odam bugan isinib qolib o'tiribdi. Birinchi navbatda men unga so'rab berdim. Platformaning ishine kirgan kezde turdan to'g'risi platformaga pul soldingizmi degan so'rovni berdim. Yo'q dedi. Qaytib pul to'ldiringiz desam, men u odamga pul tashlab berdim. Ol adam shu platformaga bizning akkauntga pul solib berdi dedi. Ol akkaunt misalga platforma, qo'ldan istalgan platforma. Hozirgi kunda bir martalik saytlar bor. Axir domen bilan ajratib olsa bo'ladi. Shu platforma qalagancha men summa kiritib olaman. Misalga men aldovchi bo'ladigan bo'lsam, men isteb qo'yibman, men sizdan pulni oldim. Sizning balansingizda misol $1000 beradigan bo'lsangiz, men sizga $5000 ko'rsataman. Bonus bilan $5000. O deysiz, siz men birinchi depozitimni kiritib edim, depozitim $5000 bo'ldi. Keyin unda qo'lda yo'q vozdukhdagi pul, havodagi pul. $5000 siz ne qilasiz? Ishine kirib turib o'ynaysiz, pulingizni ko'paytasiz, uni keling so'm $1 million qilib qo'ying. $1 million olish uchun siz ne qilishingiz kerak? Menga xabarlasasiz. Men ne qilaman? Onu alу uchun deyman, ba'zi to'limlari bor deyman. $1 million alу uchun 10%ni bering deyman. $100,000 beringiz kerak bo'lmagan? $100,000 $1 million alу uchun odam ne qiladi? Uyini sotadi, joyini sotadi. Shunday holatlarga hozir ko'proq odamlar aldanib qolib o'tiribdi. Hech qachon turdan to'g'ri platformaga kirib, o'zingiz kirib, ofitsialniy litsenziya olib turib shug'ullanmasangiz, o trader degan o'tirik sotamiz. Al yana hozir siz aytib o'tganda Metago oldima keldi u. Yomon ko'p odam aldadi Qoraqalpoq. Uni O'zbekistonda ko'p odam aldandi u. So'g'an qusagan tradingga qusagan platformalarga ham hattoki aldanib qolmoq kerak ekanda. Xuddi shunday moliyaviy piramida. Moliyaviy piramida. Siz misol bir ag'za bo'lasiz, 2 dana odamingiz olib kel deydimi? O'sha bo'ldi bilib qo'ying, bu finansiy piramidada. Misol qandaydir bir nega kirib o'tirsiz? Nima deymiz, o'yin deymizmi? Bir qandaydir bir nega tashkilotga hamma bir kirib o'tirsiz. U shu nedan foydalanish uchun sen 2 dana odam olib kelishing kerak deydi.
Ана шу екі адам алып кіргеніңізде оның пайдасын сізге береді да, сіздің пайдасын өзіңіз алады да. Енді бұл уже пирамида кәдімгі. Ол екі адам мені екі адам алып келу керек та. Оларға үш талапты қояды. Әрбір келген адамнан шу мәлім бір мықтарда файыз саңа тамып тұрады деп түсіндіреді да. Қарақалпақстандағы айрым бір затларды сатып, айрым ерлерде офисларын ашып жүрген айрым бір компанияға кіріп қалған ажапаларым, ажағаларыман бар шығарсыз. Өнімлерін істетіп жүрген шығарсыз. Азыр айта жаға емеспен бұл жерде. Бірақ біліп қойың, бұл пирамида. Молави пирамида. Ұқлайсыз. Айтып алайын, ұқлайсыз. Сол жерде бір сұрау беру керек та. Егер сол платформаға пул төгіп жатқан болса, сол платформаны қай жерден жүктеп алды? Play Marketте бар ма сол платформа? Неге хақиқи платформа болатын болса, Play Marketте жоқ сол зат? Бұл дегені платформа дұрыс бүгін ертең, я болмаса бір жыл істеп тұру мүмкін, бір жылдан кейін оны өшіріп тастау мүмкін ғой. Ешкім оған ешкім гарантия бар болған жағдайда бар болған жағдайда. Дұрыс, азыр істеп тұру мүмкін, алуыңыз мүмкін, пұлыңыз мәйлі 1 миллионыңызды 2 миллион қылып алуыңыз мүмкін. Бірақ ол платформаны кімдер жаратып қойыпты оны? Метаго десек, әмме түсініп алсақ, Метагода да сондай болды. Әмме пұл салды, қарасын пұлын шеше алып ма? Шеше алып атпан, ала атпан. Банктан шығарып алып атыр, баса қалып атыр. Әмме сенімге кірді. Молави пирамида еді. Ол платформа білен қылынған молави пирамида еді. Сол молави пирамиданың ана живой вариантлары бар асыр. Көпшілігіңіз көріп жүрсіз. Ұқлайсыз, айтып алайын, ұқлайсыз. Тік бойыңызға ұқлайсыз. Сол себептен не дейміз енді? Алданбау керек. Алданбау үшін бірінші нәбетте өзімізге сергек болуымыз керек. Сене бермеуіміз керек. Интернетте ешқашан сіздің пұлыңызды көбейту үшін біреу әрекет етпейді. Сол затты дұрыс түсіну керек. Тек қана өзіміздің қадал ниетімізбен пұлымызды абайлайық, болмаса көбейтудің жолдары бар. Нызамlı түрде. Аманатқа қойың, аманатыңыздан көбейтірің. Я болмаса қандайдыр бизнеспен шұғылдансаңыз, бизнес арқылы көбейтсеңіз болады. Көшпеңіз бе, қалың жер алың. Енді бір затқа үгіт нәсият емес. Үгіт нәсият емес. Қалесеңіз қойың, қалесеңіз қоймаң. Қалесеңіз алың, қалемесеңіз алмаң. Бірақ ана тік бойға ұқлайтын затларға кірмең. Ұқлайсыз. Шұқрат аға, Атабеға, рахмет ажыратқан уақытыңыз үшін. Айтып алайын, жариян шақырамыз. Бұл тема бәрібір халқымызға жәрдем беруіміз керек. Кейбір сауатқалдығына асыру үшін, осындай алданып қалмау үшін жәрдем беруіміз керек. Бұндай жұмыстарда сіздерге тасқын табыстылар, қуат берсін. Ешкім сіздің алдыңызға алданып келмесін, шешімменен келсін, балам рахмет деп келсін. Сау бол. Рахмет. Тоқтаң. Бағана айтқан затыңыз не? Достар, орта подкасттың кейінгі санын күзетіп тұрыңлар. Қазір процесс болып жатыр, соның үшін айтылмайды бұл зат. Қарақалпақстанда үлкен машинниклар группасы ұсталанды. Қазір қысқаша айтатын болсақ, 9 группа ұсталып тұрды. 9 группа. 9 группа. Әрқайсысы кемінде жәбірленуші жеткізілген зиян 1 миллиард шығар, ең азы. Ең азы 1 миллиард. Ең көп. Үшін шығарып қоятын болсақ, бірінші ұсталған группаны айтайық. 249 жәбірленушісі бар, жеткізілген зиян 3 миллиард. Кейінгі санды күтсеңіздер, һәм ақырына шекім көрсеңіздер, осы группалар қай жерде ұсталанды? Енді кімлерлігін айтпауымыз мүмкін. Қайсы аймақлардан жәбіркешілер бар, қай жерде ұсталанды? Толық информацияны Шұқрат аға мен Атабек өзі береді. Соның үшін күзетіп барың. Рахмет. Ұсталанады екен, е? Адамлар көбірек пұлымыз қайтып жатыр па, болып жатыр па дегендер бар. Пұл қайтқанларым бар, олармен сөйлесетініміз бар. Олардан қоссақ болады кейінгі санларға. Демек, орта подкастың кейінгі санын күзетесіздер, кейінгі санда сіздерге как положенный результатпен шығамыз. Албетте. Сау бол. Рахмет.